Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін 4 ақпан күніне арналған жаңалықтарды қараймыз. Бірінші жаңалығымыз. Қазақстан агроөнеркәсіп кешенін дамытудың жаңа кезеңіне қадам басты дейді. Түркістан облысында теміржолшы пойыз астына түсіп қаза тапты. Арты қайырлы болсын. Боран, жаңбыр, көктайғақ еліміздің 15 өңірінде ескерту жарияланды. Бүкіл Қазақстанда күн суын деп жатыр. Атырау облысында 50-ден астам жылқының өлексесі табылды. Жетісу облысында 3 жасар бүлдіршін әкесінің соққысынан кейін хирургия бөлімінде жатыр. Қазақстан мен Франция стратегиялық серіктестігінің жоғары деңгейін растады. Биыл 850-ден астам запастағы офицер әскери қызметке шақырылады. Илон Маск тауға белшеден батты дейді. Не үшін? Қарап жіберейік. Өзін Марсқа билет сатушы, жерге ақыл үйретуші, интернетке абсолюттік еркіндік әкелуші ретінде дәріптейтін Масктың үстінен Франция 7 қылмыстық іс қозғады дейді. X әлеуметтік желісі 7 бірдей қылмыстық бап бойынша күдіктелінді. Балалар порнографиясын сақтау және тарату, сексуалдық дипфейктер жасау, адамзатқа қарсы қылмыстарды жоққа шығару, деректерді алаяқтық жолмен жинау, автоматтандырылған деректерді өңдеу жүйесінің жұмысын бұрмалау, тіпті әлеуметтік желіні ұйымдасқан топ құрамында заңсыз басқару бар. Получается, Франция Илон Маскты сотқа беріп жатыр. Алдында Павел Дуровты сотқа беріп еді, енді Илон Маскты беріп жатыр. Негізі, получается, олар X әлеуметтік желісін сотқа беріп жатыр, ал Илон Маск ол желінің басқарушы ретінде жауап береді. Келесі, елімізде 406 жеке емшара кабинеті лицензиясыз қызмет көрсеткен. Қазақстан мен Қырғызстан шекарасынан шықты. Кеше осы туралы оқыдық. Шекарада тексерістер көбейіп кетті, сондықтан үлкен очерттер пайда болды. Су ресурстарын басқарудың ұлттық цифрлы жүйесі іске қосылады. Қазақстандықтарға салық органына бару туралы хабарлама жіберіледі. Петропавлда із-түзсіз жоғалып кеткен жігіттің мәйіті орманнан табылды. Қазақстан азаматтығын алу үшін тест тапсыруға өтініш қабылдау басталады. 9.000 азамат жалдамалы пәтерін жекешелендірді. Мынаны қарап жіберейік, яғни қандай пәтерлерді жекешелендіруге болады. Мемлекеттік қолдану қосымша тетігі ретінде тұрғын үйді жалға алу ақысын субсидиялау және тұрғын үй сертификаттарын беру жалғасып жатыр. Бұл мақсатта 2025 жылы республикалық бюджеттен 7,6 миллиард теңге бөлініп, 11 мыңнан астам азаматқа субсидия берілген. Биыл тағы 11 мың тұрғынды субсидиялау жоспарланып отыр. Сонымен бірге былтыр 1733 азаматқа 2 миллиард теңгеге тұрғын үй сертификаттары берілген. Яғни, бұның барлығы қосымша көмекке мұқтаж адамдарға беріліп жатқан сияқты, немесе мемлекетке жұмыс жасайтын адамдар. Жай халыққа бұл берілмейді. Отандық тауарларды Монголияға экспорттауға тың серпін беріледі. Тіл мәселесі ішкі саясаттан шығып, геосаяси құралмен ықпал болып тұр. Депутаттың сөздері. Исламбадта Қазақстан-Пәкістан бизнес форумы басталды. Бүгін 11-де басталған екен. Мәжіліс декреттегі әкелердің құқығын қорғайтын маңызды құжатты қабылдады. Бұрын әйелдер декретте жатқан кезде ол уақыт еңбек өтіліне жазылатын еді, ал ер адамдарға ондай уақыт еңбек өтілге жазылмайтын еді. Енді қазір оны өзгертіп жатыр. Яғни ер адамдарға да декреттегі уақытты еңбек өтіліне жазатын болады.
Үкіметте президенттің таза Қазақстан бастамасын жүзеге асыру барысы қаралды. Қазақстан мен Пәкістан өзара тауар айналымды 1 миллиард ақш долларына жеткізбек деп жазылған. Боксам элит турнирі қазақстандық боксшылар алғашқы жарыс күніне қалай өткізді? Сәттілік тілейміз. Депутат: егемендік пен тәуелсіздік жаңа конституцияның басты қағидаттары. Жаңа конституцияның. Получается, бізде жаңа конституция қабылданып жатқан сияқты. Конституцияның жаңа жобасы билікті бір қолға шоғырландыру мүмкіндігін толықтай жоққа шығарады. Депутаттық сөздері. Түркиялық әуе компания Алматы әуежайы арқылы ұшатын жүк рейстерінің санын арттырады. Аха. Ермұрат Бәпи: тілді текетірестің қаруына айналдыру бізге әбүйір әпермейді. Әбүйір деген түсініксіз негізі. Абырой шығар деп отырмын. Жер шетелдіктерге сатылмайды. Депутат желдегі алып қашпа әңгімелерге нүкте қойды. Бұны біздің президентіміз де айтқан. Бір талшық жерде басқаларға сатылмайды делген. Жаңа конституцияда мемлекеттің іргелі қағидаттары әлсіреген жоқ, керісінше нығайтылды. Ерболат Саурықов деп айтқан. 1995 жылы конституцияны 12 адам жазып шықса, жаңа конституцияны 130 азамат әзірледі. Депутат: экономиканы әр тараптандыру құрылыс саласы тұрақты өсудің негізгі факторы. Қазақстанда бірыңғай құрылыс порталы іске қосылады. Бұл мошенниктерге қарсы іс-әрекет сияқты. Пәкістанда президент Қасым Жомарт Тоқаевты ресми қарсы алу рәсімі өтті. Депутат халықтың денсаулық сақтау жүйесіне деген сенімін әлсірететін жайтты атады. Алдындағы ақша ұрлағаны шығар. 31 наурызға дейін үлгеріңіз, кәсіпкерлерді сүйінші жаңалық күтіп тұр. Рекламаға ұқсайды. Қазақстан құрамасы Дэвис кубогын Монако мен Астанада ойнайды. Қаруланған бірнеше адам Каддафидің ұлын өз үйінде өлтіріп кетіпті. Каддафидің ұлын, туған ұлы. Алматы облысында бір отбасы түгелдей ыстан уланып көз жұмды. Ыстан дегенді түсініп отқан жоқпын негізі. Арты қайырлы болсын. Қасым Жомарт Тоқаев пен Пәкістан премьер-министр келіссөз жүргізді. Алматыда тағы 2 кітапхана тәулік бойы жұмыс істейді. Қай кітапханалар екен? Қара жіберейік. Мұхтар Әуезов атындағы кітапхана және Алатау Креатив Хаб орталығы. Бұл Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер кітапханасы. Осылар тәулік бойы жұмыс жасайды. Алматы кітапханалары Озбек көшесі орналасқан. Ол түсінікті. Берін одағының мүшелері Астанада бас қосады. Депутат ауылдағы ағайынның көңілінен шығатын ұсыныс айтты. Ол ұсыныс орындала ма, орындалмай ма, оны білмейміз. Білім беру мекемелері орналасқан аудандарды патрульдеуді күшейту қажет, депутаттың айтуы. Келісемін. Арал маңында 35 мыңнан аса ақбөкен мекендейді. Үндістанның Индиго әуе компаниясы Алматыға рейстері тоқтатты. Бұл жақсы жаңалық, себебі Үндістанда қазір жаңа ауру шығып жатыр. Қазақстан Пәкістанға 600 электроавтобусын жеткізеді. Бізде Қазақстанда 600 электроавтобус шығарыла ма? Сол сұрақ. Немесе Китайдан алып сата ма? Мұнда жазылмаған ол. Қайраттың оқу-жаттығу жиынындағы қарсыластары анықталды. Қазақстан Ресей порттарын айналып өтіп, шамамен 0,5 миллион тонна мұнай экспорттады.
Алматыда үшем дүниеге келді. Үшем деген ол яғни үш бала. Близнецы. Биыл елімізде 20-дан астам ірі халықаралық жарыс өтеді. Алматыда 50 автокөлікті тексеру барысында экологиялық нормаларды бұзу анықталды. Рейд жүрген сияқты. Вокзалдарда мүгедектерді қатты қуантатын қызмет іске қосылады. Қазақстан мен Үндістан криминалистика және цифрлік бойынша бірлескен бағдарлама әзірлейді. Қазақстан мен Үндістан. Себебі мошенниктер, Үндістанның мошенниктері бізге соғады, Қазақстанның мошенниктері Үндістанға соғады. Сондықтан бұған қарсы іс-әрекеттерді ұлғайтайын деген ғой. Салық берешегі қандай сомадан асқанда шоттар бұғатталады? Так, мынау қызықты. 86.500 теңгеден асса, салық берешегіңіз, онда шоттарыңызды бұғаттап тастайды. Так, келесі. Тағы да рекорд. Илон Масктың байлығы 800 миллиард доллардан асты дейді. Ол әлемдегі ең бай адам атанды. И осы кезде оны Франция соттап жатыр. Получается, Франция просто Илон Масктан үлкен көлемде штраф жазып, одан ақша алып алғысы келіп тұр. Басқа не үшін соттасып жатқанын түсініп отқан жоқпын. Сонымен қоса оны, факт қой, Илон Маскты түрмеге отырғызбайтын. Так, Илон Маск байлығы 800 миллиард болды. Так, Forbes-тың ақпаратына сәйкес, Илон Маск SpaceX пен XI компанияларын қосу нәтижесінде дәулеті одан сайын артқан. Біріккен компанияның бағасы 1,25 триллион долларға бағаланған. Америкалық Forbes басылымы жазуынша, Илон Масктың әлемдегі алғашқы триллионер атануына аз қалды. Мәмілеге дейін Масктың SpaceX компаниясындағы үлесі 42%-ға жуықтаған, ал XI акцияларының 49%-ы тиесілі болған. Соңғы 4 айда Илон Маск өзінің байлығы бойынша 4 рет рекорд жаңартты. Қазан айында Tesla акцияларының күрт өсуіне байланысты оның байлығы 500 миллиард долларға жетті. Желтоқсанда SpaceX бағасының өсуімен Масктың жиған тергені 600 миллиард доллардан асты, ал қазір уже 700 миллиард. И плюс қосқаны туралы, екі компания қосқаны туралы, оны 800 миллиард долларға дейін асырып жіберген. Болды, осымен жаңалықтарымыз бітті. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Біздің видеомыз аяқталды. 13 минут. Өзіңіз 1-2 сағат қарайтын жаңалықтарды мен 13 минутта айтып бердім. Видеоға лайк басып кетіңіз, подписка жасап кетіңіз. Ертең тағы да жаңалықтар болады. Жақсы, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.